Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 18-ші сабақтың тақырыбы біздің жобамыз. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым-ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын, дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ым-ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Бірінші тапсырма. Балалардың бет бейнесінде қандай өзгеріс болғанын тауып көр. Сиқыршы бос шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен күшік шықты. Мына ертегі бет бейне арқылы қандай өзгеріс байқап тұрсыңдар, оқушылар? Дұрыс айтасыңдар, яғни таңданыс, таң қалып тұрғанын байқауға болады. Екінші, бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүрген екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп тиді. Аппақ көйлегі сатпақ-сатпақ болып шыға келді. Бұл жерден қандай көңіл күйді байқауға болады? Дұрыс айтасыздар. Жылап тұрған, көңіл күйі түсіп тұрған бейнені байқауға болады, иә? Екінші тапсырма. Сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын қарастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарының алдында қорға және бағала. Мынадай жағдаят түсініп көрейік. Абзал Астана қаласында тұрады. Оның ауылдағы ата-әжесін көрмегеніне бірнеше ай болды. Сағынып күн санап жүр. Жазғы демалысқа да әлі біраз бар. Бүгін дастархан басында әкесі оған келесі апта ата-әжесінің қалаға қыдырып келетінін айтты. Бұл кезде біз қандай көңіл күйді білдіреміз? Әрине, өзіміздің қуанып тұрғанымызды білдіреміз. Абзал өзінің қуанып тұрған көңіл күйін білдіреді. Демек, біз қуанған баланың жағдаятын қарастырып тұрмыз. Балалар, осымен біздің 18-ші сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.